Сәлем баршаңызға, сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Біздің бүгінгі эфиріміз ол Инстаграмда ниша таңдауға қатысты болмақ. Тек қана Инстаграмда ғана емес, сонымен қатар егер сіз мамандық таңдау алдында тұрсаңыз, бизнес бастардың алдында таңдауға келсеңіз, бұл эфир сізге пайдалы болмақ. Мен сіздерден өз алдына күтерім, ол қолдау, ютубта қолдау, ол подписаться ету каналға және де пальчикті жоғары қарай басып, егер мазмұны сіздерге ұнаған болса, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырсаңыз, ол сіздердің маған деген қолдауларыңыз, лебіздеріңіз. Ал енді біздер тақырыбымызға кірісейік. Егер де сіз ниша деген сөзді бірінші рет естіп тұрған болсаңыз, онда ештеңе етпейді. Мен сіздерге басын ашып түсіндіріп жіберейін. Ниша деген ол сіздің бағытыңыз. Мысалы, сіз 11 бітіресіз және бір мамандыққа түсесіз, яғни өзіңіздің бағытыңызды таңдайсыз. Бизнес ашу ойыңызға келді, ол жерде сіз нишаны таңдайсыз. Мысалы, біреу фото саласында, біреу мысалы брусчатка төсейді, біреу клининговый компаниямен айналысады, біреу торт пісіреді дегендей, әркімнің өзінің нишасы болады. Дәл сол сияқты Инстаграмда табыс табудың түрі өте көп, ол әркімнің өзінің нишасына байланысты. Осыны мен сіздерге түсіндіргім келді. Мамандық таңдауда қателеспе деп жатады ғой, дәл сол сияқты адам өзінің нишасын, Инстаграмдағы нишасын, бизнестегі нишасы болсын, қателеспеуге тырысу керек. Ол артынша оның табыс табуына және де шаршамай жұмыс жасауына септігін тигізеді. Енді сіздерге жалпы Инстаграмдағы нишалар туралы тізіп айтпас бұрын пайдалы ақпараттан бірден бастағым келеді. Әркімнің уақытын мен алғым келмейді. Егер де осы жерден сізге пайдалы болса, онда ары қарай тыңдап жалғастыра беріңіздер. Жалпы ниша таңдаған уақытта, сіз өзіңіздің бағытыңызды таңдаған уақытта, ол нәрсе сіздің қолыңыздан келу керек. Яғни, сіздің қолыңыздан егер ол келсе, сол бағытты таңдаңыз дегім келеді. Ол бірінші қағида, ол сіздің қолыңыздан келу керек. Екінші қағида, онымен айналысқан сізге ұнау керек. Яғни, әр адам өзіне ұнайтын сүйікті ісімен айналысса, ол бақытты болады. Үшінші нәрсе, ол сізге табыс алып келу керек. Немен айналыссаңыз да қолыңыздан келеді, ол іспен айналысқан сізге ұнайды. Үшінші, ол сізге табыс алып келу керек. Яғни, ақша ол энергия. Егер де сіз белгілі бір атқарған ісіңізге табыс таппасаңыз, ақша әкелмесе ол ісіңіз, сіз шаршайсыз. Бір күні шаршайсыз. Басында для себя, біреулер үшін, адамдарға көмектескім келеді деп кірісуіңіз мүмкін, бірақ кейін ол салған ісіңіз, сіздің энергияңыз ақша алып келмесе, сіз шаршайсыз, сіз табыс табу керексіз. Табыс тапқан сайын сіз барынша тырыса түсесіз, барыңызды саласыз, бар ынтаңызды саласыз. Және соңғы төртінші, ол іспен айналысқан кезде ол ұзақ мерзімді болу керек. Осыған мән беріңіз. Ұзақ мерзімді дегеніміз, сіз онымен тек қана 1-2 ай айналысып қана қоймай, сіз жоқ дегенде 3 жыл көлемінде, егер сіз мысалы, мені көбі декретте отырған аналар тыңдайды, декретте отырсыз, балаңызға мысалы дүниеге келгеніне 2 ай толды, сіз бір нәрсемен айналысқыңыз келеді, күйеуіңізге көмектескіңіз келеді, ниша таңдаған уақытта, сол мысалы декретте 3 жыл отырама максимум, 3 жыл көлемінде сіз сол іспен айналыса алу керексіз. Ұзақ мерзімде, яғни бастап тастап кетпейтіндей, сіз бастаған кезде құлшына кірісетіндей іс болу керек қой. Себебі қазір деген мысалы, менің алдыңғы 2 видеомда егер қараған болсаңыз, мысалы мен бастадым, сосын қалдырып кеттім дейтін хаттар көп. Комментарийді қарасаңыз болады. Сондықтан сіз егер де осы бір нишамен бастасаңыз, сол ниша бойынша, мысалға келтірейік, фудблог жүргізу, бірінші мысалмен айтатын болсақ, ол сіздің қолыңыздан келу керек. Яғни, сіз тамақты, дәмді әзірлеу, креативті әдемі етіп ұсына білу сіздің қолыңыздан келу керек. Ол бір.
Екінші, сөйтіп ұсынған үйдегілерге дайындаған тамақты сізге ұнау керек. Үшінші, сіз соған байланысты шабыттана білу керексіз, яғни үздіксіз осы іспен айналыса алу керексіз. Үздіксіз. Мысалға, біз ютубта мысалы фудблогер, Гүлжанат есімді қызымыз бар. Ол бірнеше жыл көлемінде үзбей фудблог жүргізіп келе жатыр. Яғни ол солмен бірнеше жыл көлемінде үзбей айналысып келеді. Сіз де дәл сол Гүлжанат секілді бірнеше жыл көлемінде фудблогыңызды жүргізе аласыз ба? Осы туралы өзіңізге сұрақ қойыңыз. Және соңғысы, ол сізге ақша алып келу керек. Яғни блогыңызды барынша уақыт салып, уақытыңызды арнап жүргізгеннен кейін ол сізге табыс алып келу керек. Осыған мән беріңіз. Ары қарай, егерде сіз мысалы бір нишаны таңдадыңыз делік, бір нишаны таңдадыңыз. Сол бойынша парақшаны қалай жүргіземіз? Осы жерде мен сіздерге өте сондай тамаша құпия деп айтуға да болады бұны. Сол секретімен бөліскім келеді. Керемет кітап бар бізде, мына жерге шығарып кетемін, қарасаңыздар болады. «Кради как художник» деген кітап бар. Яғни инстаграмда барлық нишы уже таңдалып қойылған. Велосипедті мысалы ойлап табып мүмкін емес қой. Велосипед баяғыда ойлап табылған. Оны тек қазір адамдар жетілдіру үстінде. Дәл сол секілді барлық нишалар таңдалған, барлық ниша бар инстаграмда. Сізге тек бір нишаны ойлап табу емес, сол бар нишаны жетілдіру, ерекше етіп сіздің атыңыздан шығару. Мен сіздерге сол «Кради как художник» деген кітапты оқуға кеңес беремін. Соның ішіндегі өте керемет қаймағы бар. Бір нишаны таңдайық, фудблог, сіз бір ғана фудблогты алмай, 10 шақты фудблогты таңдап алыңыз. Өзіңіз тамашалап жүрген, өзіңізге ұнайтын 10 шақты фудблог, және сол 10 фудблогердің сізге ұнайтын жерін теріп алыңыз. Ұнайтын жерін теріп алыңыз деген келеді. Мысалы, біреудің фотофоны ұнайтын шығар, соны қайталаңыз. Фотофонын. Біреудің озвучкасы ұнайтын шығар, түсіндіруі, соны барыңызша қайталаңыз, басқа біреудің озвучкасын. Біреудің жаңағы шрифттары ұнайтын шығар, фудблог видео түсірген уақытта, соны қайталаңыз. Біреудің жаңа фудблог түсіретін істейді, пост жазуы күшті шығар, түсіндіруі, пост жазуы, тексті, соны қайталаңыз. Сондай галочкамен салатын болса, жүрекшемен салатын болса, соны қайталаңыз. Болды. 10 шақты өзіңізге ұнайтын фудблогты қараңыз да, қайталаңыз. Сіз біреуін қайталасаңыз, ол плагиат болып кетеді, ол дұрыс емес. Ал 10 адамның істеп жатқан ісін сіз тек қана өзіңізге ұнайтын жерін іліп алып қайталасаңыз, сізде бөлек бір ерекше бір басқаша блог шығады. Түсінікті ме? Мысалы, фотографтарды да айтайық та, сізге ұнайтын фотографтардың стилі бар шығар. 10 фотографты таңдап алыңыз. Біреудің жаңағы свет қою ұнайтын шығар. Біреудің цветовая коррекциясы ұнайтын шығар, соны қайталаңыз. Біреудің картинкаға беретін эмоциясы ұнайтын шығар. 10 фотографтың жұмысын сіз қайталаңыз, өзіңізге ұнайтын тұстарын. Сіз ерекше фотограф болып шығасыз. Мысалы, тағы да бір мысал келтірейін. Қазір товарный бизнес, интернет-магазин ашу белең алуда. Сіз интернет-магазинді аштыңыз, 10 шақты сіздікіне концепциясы келетін 10 интернет-магазиннің парақшасын қараңыз, алдыңызға қойып. Сосын қай парақша қойып фотоға түсірген фоны, балаларды киіндіргені, біреудің тиктогы, мысалы қызықты тиктогы ұнауы мүмкін, біреудің тексті, сату тексті ұнауы мүмкін. Соны қайталап сіз өзіңіздің парақшаңызға енгізіңіз. Қайталап. Бірдеңені ойлап табудың қажеті жоқ. 10, тіпті егер максимум 30, минимум 10 парақшаны қараңыз. Жұрт не істеп жатыр деп қараңыз. Жұрт не істеп жатыр деп қараған кезде сіздің көз алдыңызда картина пайда болады.
представление пайда болады. Мінекей, ниша таңдаған уақытта осы нәрсеге мән беріңіз. Қайталап айтайық. Ол нәрсемен айналысқан сізге ұнау керек, ол қолыңыздан келу керек, ұзақ мерзімде айналыса алу керексіз, және ол сізге табыс алып келу керек. Міне, осы 4 қабырға тең болу керек. Мысалы, қазір сетевойда біреу жақсы ақша тауып жатыр делік, иә? Сетевойда ақша тауып жатыр екен деп, біреулер қолынан келсін, келмесін, ұзақ мерзімде сол іспен айналыса алсын, алмасын, сетевойға басымен кіріп кетеді. Ол қолынан келмейтін шығар, бәлкім кісі тартып кіргізу, иә? Сату, оның қолынан келмейтін шығар. Немесе қолынан келеді, бірақ сатып, бір нәрсе сатқан ұнамайтын шығар, иә? Қазір адамдар өзін тыңдаудан қалды. Мен сіздерге айтарым, өзіңізді тыңдаңыз. Қолыңыздан келетін сүйікті ісіңізбен айналысыңыз дегім келеді. Егер де сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз, пальчикті жоғары қарай басыңыз, ниша таңдаудан қателеспеңіз, өзіңізді тыңдаңыз дегім келеді.